Жаңа жыл мерекесі таяп қалды. Дастарханыңызға қандай ас, тәтті дәмді қоятыныңызды білесіз бе? Және қандай тағам қоюға болмайды? Ол денсаулыққа қалай әсер етпек? Бүгін осы тақырыпта қозғайтын боламын, сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Санаулы күннен соң барлық отбасы жаңа жылдық дастархан басына жиналмақ. Әр үйдің мәзірі әртүрлі десек те, мерекелік тәттінің түр-түрі дастарханға қойылары анық. Бірақ ауыр тағамдарға асқазанды дайындап алған дұрыс. Гастроэнтеролог маманының айтуынша, жаңа жылдық дастарханға аш құрсақ отырған дұрыс емес. Оның алдында 1-1,5 сағат жүрек жалғап алу керек. Егер аш қарынға жесек, тамақты көп жеп қойыңыз мүмкін. Мамандар жаңа жылдық дастарханды алдын ала дайындамауға кеңес береді. Ал ет пен көкөніс кескенде бөлек пышақ пен тақтайды қолдану керек. Майлы, тәтті салат пен тағамдар көп жасамаған жөн. Әсіресе бұл ересектерге қатысты. Үстел пайдалы тағамдарға толы болсын десеңіз, майонезден аулақ болыңыз. Ал олар жақсы сақталу үшін ас қаптамаға орау керек. Тоңазытқыштағы барлық тамақты үстелге қоюдың қажеті жоқ. Тағы бір кеңес, жаңа жылдан кейін қалып қойған салаттарды жемеңіз. Мереке аяқталғаннан кейін тағамды тастауды обал көріп, сақтап жемеңіз. Астан уланып қалуыңыз мүмкін. Жаңа жылдық дастарханда сұйық зат көп болуы тиіс. Ең бастысы, су көп ішіп, алкоголь ағзаны сусыздандыратынын естен шығармағаны жөн. Ал жемістерді қанша жегіңіз келсе, өз еркіңіз. Олардың калориясы аз және дәрумені жеткілікті. Азық-түлікті адам көп жүретін ірі сауда орталықтарынан алуға кеңес береді. Мұндай орындарда тауар көп тұрмайды. Сондай-ақ сақталу мерзіміне назар аударыңыз. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Отбасыларыңызға амандық, саулық, шаттық тілеймін. Ең бастысы, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздермен бірге болған Ем болсын YouTube каналы.